Қайырлы күн, қайырлы түн. Қозы подкастымыздың келесі санына қош келдіңіздер. Бүгінгі санымызда біздің қонағымыз бар. Бұл қонағымыз қазағымыздың, соның ішінде Моңғолия қазақтарының бетке ұстар азаматтарының біреуі. Жаңа алғаш енді көптің барлығы авестрлік моңғолшылық арқылы таныған, өзінің жаңағы саласында табысты азаматтарымыздың біреуі болып жүрген Абай келіп отыр. Қош келдің. Ассалаумағалейкум. Барлықтарыңызға бүгінгі күннің сәлемін жолдаймын. Осы подкастты тыңдап отырған барлық жастарға, әрбір адамға мүмкін тұра салып тыңдап жатқан адамдар бар болу керек, түсте тыңдап жатқан, кешке тыңдап жатқан адамдар болу керек. Соғыстардың барлығына осы күннің сәлемін жолдаймын. Және де осы бір бастама бастап жатқан осы екі азаматымызға көп рахмет айтқым келеді. Қонақ қылып шақырғандарыңа. Енді бүгінгі подкастымызда шамамызша осы тыңдаған қауымға керекті қызықтыратындай әңгіме қозғауға тырысайық. Жалпы енді біз подкастымыз қазақтарға бағыттаған болғандықтан, жалпы қазақтардың арасынан осындай енді табысты жүрген, үлкен жетістікке жете қоймаса да, сол жеткен жетістігінен басқаларға бөлісетін, яғни көрген білгенінен, үйренгенінен бөлісе білетіндей сондай адамдарды негізі шақыруға тырысып жатырмыз. Солардың біреуі деп сен шақырып жатырмыз. Сондықтан жаңағы біздің шақырымызды қабыл алып келіп отырғаныңа да саған да енді көптен көп рахмет. Сен өзің жайлы қысқаша айта кетсең. Соңғы кезде не істеп жатсың, қандай жұмыстармен айналысып жатсың, карьерің қай бағытқа бағыттап шыққаны туралы айта кетсең. Мүмкін тыңдарман қауым біреу танып, біреу танымайтын шығар. Ең басты сөзімді таныстыра кеткен дұрыс болады. Мен Мұратұлы Абай, Қангелді руынан боламын. Бай-өлгей аймағының тумасымын деп айтамын. Соңғы кезде осы Ұлан-Батор қаласында өмір сүріп жатқан жайтымыз бар. Енді халыққа өзімді не деп таныстырамын дегенде осы бір көп адамдар мені қай жағынан танып біледі дегенде әрине қазақтың киелі қара домбырасы. Мен танып біледі деп ойлаймын. Осы қара домбыраның арқасында халықтың қалаулысы болып, құрметпен сыйластығын алып, осы жүргелі көпте уақыт өтті, астам жылдай болды. Бірақ мен енді өзімді мамандық музыкант деп айта алмаймын. Осы үйреніп бастағанда мен қызығушылық ретінде осы қара домбырамды қолыма алып, шамамша үлкен ауыл осы моңғол ағайындарға, басқа да ұлт адамдарына танытып жүрген жайтым болған. Осы арқылы осы тыңдарман қауым халық танып біле ма деген ойымда. Басқа жағы дегенде осы университетті бітіргеннен кейін білім саласына кішкене мән беріп, сырт мемлекетте білім алып, магистрантураны қорғап 1-2-3 жылдай болдым. Сол осы елімізге келгелі көп болған жоқ. Осы келесі осы жекеше жұмысымызды бастап жеттім. Оны кейін өзім толықтай айта кеткен жөн болады деп ойлаймын. Және өзің айта кеткендей талантты моңғолдар бәсекесінде ең алғашқы сүйсіндейді ғой жарысында. Сол ең мықты 32-ның қатарынан біреуінен алған жайт бар. Сен жаңағы домбыраның сыртында жаңағы өз мамандығың бар ғой. Ұлан-Батордан болған кезде жаңағы ерікті дегенде заңгер жағында остың, иә? Сосын Тайваньға барып, жаңағы ол сен күнін өтсіз. Ол жағын айта кететін болсақ, мен бұрынғы атау көп кісілер соны біледі, полицейский академия дейді. Милиция академиясы дейміз. Сол милиция академиясында заң мамандығымен 2005 жылы бітірдім. Бітіргеннен кейін жарты жылға жуық мамандығымен жұмыстап, одан кейін моңғол телевизиясынан шақырып алып, осы моңғол HD теледидарында таңғы бағдарламада осы жұмыс атқардым бір жарты жылға жуық. Содан кейін жалғастырып Англияда Манчестер қаласында колледж дейміз, тіл мамандығы және колледж деп айтады ол жерде. Сода жарты жыл оқып, жаңағы ағылшын тіл жағын дамыттық. Одан кейін қайтып келіп, жалғастырып магистрантураға оқу, міндетті түрде оқу керек деген
шешім шығарған болатын. Сол тұрғыда келесі алдымда осы жаңағы Еуропаға біраз университеттерге Тайвань мемлекетінің бір үлкен халықаралық ұйымның сондай өтініш білдіріп, сол халықаралық ұйымның жаңағы стипендиясын алған Тайвань мемлекетінде 2 жылдай магистратурада оқыдым. Ол жағында сенден тек қана жаңағы Монғолия емес, жастарға керекті басқа елдің тәжірибесін яғни бөлісуге болады деп ойлаймын. Қандай бір білім болса да, өнер саласы болса да, қай жақ болса да, қай жастар соған өздеген ниетімен талпынса, нәтиже жетеді дегенге мен көзім жеткен. Оның бір жаңағы мен домбыра үйренгеннен келі қазір бір енді 13-14 жылдай болды. Ең соңғы сол нәтижемнің жаңағы ең алғаш жемісін көргенім болғанда Катар мемлекетінде халықаралық фестиваль, кино фестивалында ашылу салтанатында шақырып алып соған барып мысалы ойнадық. Адам бір нәрсеге ниетін салса, жаңағы сәтті болады екен. Бастысы жаңа өзіңнің хобби, жақсы көретін, айналысқысы келетін ісін ары қарай толық алып жүретін. Хобби болса да, мамандық болса да, соған деген бастаса, соны соңына дейін жеткізген өте дұрыс болады деген ойда болдым. Сол кезде мысалы үлкен бізді жаңағы Холливудтан 100 астам продюсерлер келді. Сендер білесіздер, біздің тағы танымал қарындасымыз Айшолпан Нұрайыпқызы осы қарындасымыз киносында ашылу салтанатын жасаған. Соған арнайы мен қонаққа шақырылып, сол Еуропадан, Азиядан, Америка құрама штатынан сол үлкен халық, онда продюсер үлкен жаңағы танымал адамдармен бір залда бірге болды. Соның арқысы қарап отырғанымыз жаңағы шын жүректен ниет салса, қандай бір нәрседен нәтиже жетеді дегенге сену керек дегенде жаңа тыңдармандарға бір сеуіп болып жатыр ғой, сонда. Мүмкін енді қазір көбінде кейбір жастар бола ма, бауырларымыз бола ма, бір нәрсемен шұғылданып жүріп, сосын кейін туіне жетпей кішкене бір қиындық туған жағдай, тастап кететін жағдай болады. Болса жалғастыру жағын ойландар деген айтқым келеді. Одан кейін бұл енді кішкене мысал ретінде. Сондықтан еңбек етсең ерінбе, таяны қарның тіленбе деген. Сондықтан қандай бір нәрсені шетіне дейін жетіп түсіп бермеу керек, еңбек ету керек деген айту керек. Сосын білім саласында осы университеттен бері жалпы біз енді қазақ азаматы болғаннан кейін үлкен ауылдың ішінде тіл жағынан кішкене қиындық болады, өйткені біздің ана тіліміз емес қой. Сол тұрғыдан университетке келе сала бізде кішкене қиындық болды. Үнемі екінші рет дәрежеде жүретін жағдайлар шығады тіл жағынан. Өйткені тіл білмесең, сол пән үйретіп жатқан қандай бір пән бола ма деймін. Қанша өзің жаңағы іштейтінін біліп тұрсаң, тіл арқылы жеттік меңгеру деген басқаға жеткізу. Сол тұрғыдан қандай бір азамат біздің қазақ балаларында да келе сала сондай қиыншылық болады. Ода да біздің бастан өткен. Сол тұрғыдан талпындық. Университет кезінде екінші курсиядан бастап мен не дейміз енді зерттеу жағына кішкене қызығушылығым, ғылыми жұмыстарға кішкене қызығушылығым көп болды. Сол арқылы тағы зерттеу жасадық, жаңа мамандық байланысты. Біздің университет аразығында сондай ғылыми бәсекелер жүрісті. Содан екінші курс жылы мен 3-ші орын иелендім. 3-ші курс жылда 2-ші орын иелендім. Сосын 4-ші курс жылы бізде тағы студенттер одағының арасында жүргізген аймақтық сондай ғылыми бәсекелерде 1-ші орын иелендім. Содан бастап жалпы мына қызығушылығым кішкене сол зерттеу жұмыстарына қарай болды. Оның енді пайдалы жағы өте көп. Нәрсені оқыған сайын, зерттеген сайын көп нәрсе білесің, жетілесің, мамандық тұрғыда басқа жақта да. Жалпы білген сайын жаңағы білмейтінді біле бертесің ғой. Әр адам бірдей. Бір жерден бастайды. Мысалы, бүгінгі енді мен өзімді, сендер мені бір сыйлап, Абайдың бір мүмкін бір жеткен жетістік бар шығар деп шақырғасына, бірақ бүгінгі Абай әлде мына тыңдарман қандай бір адам барлығымыз бір дейміз. Өйткені барлығымыздың деніміз сау, егер қандай адамның дені сау, оның мүшесі
сау болатын болса, әр адамда жететін жетістігі бар деуге толық сену керек. Бірақ та әрбір адамның өзінің жалпы өмір сүретін бір деңгейі болады. Мысалы біреуі ойлағандай, қалағандай өмір сүріп жатыр. Біреуі қанша қаласа оған жете алмайды, оның төменде өмір сүріп жатыр деген сияқты. Солардың барлығы қайдан келіп жатыр деген кезде айналып келген кезде жаңағы оның еңбегінен, талпынысынан, Назарбаевтың тағы айтқан сөзі бар емес пе? Біз 30-ге кіреміз дейтін болсақ дамыған, қайтуымыз керек деген кезде ойлағанымыздан бұрын сол ойлап үлгермей жатып сол нәрсемізді бастап істеуіміз керек деген ғой. Сол сияқты жаңағы армандап отыра беру емес, ең бастысы сол нәрсеге деген алғашқы қадам, ең басты мүмкіндіктерді ашатын болып тұр. Жаңа сен домбыра шертіп үйренгенің, мысалы оны айландырып барып, сен әрине сен домбыра шертіп үйренген кезде катарға барып домбыра шертемін деген өзінде мақсат жоқ болды, оны білмедің. Қайт дегенде жаңағы барысында сіздің жететін жетістіктерін жоғарылай беретін болды. Қандай нәрседе ең бастар алдында мен неге бұл істі бастағалы отырмын, мен қайда жетемін, менің жететін жетістігім не дегенді міндетті түрде ойлау керек деп. Мен ең алғаш бастағанда сол 4-5 сыныпта болдым. Сол кезде алғаш домбыра үйренгенде ол кезде керемет көп нәрсе ойламайсың, бірақ енді мен ішімде не ойлаймын дегенде 3-4 түрлі нәрсе ойлайтын. Біріншісі, мен осы домбыра үйренген арқылы неге жетуім керек дегенде мен ең біріншіде осы бір дүниежүзілік үлкен бәсекеге қатысты ішкі бір арманым болды да. Екіншісі, мына қара домбыраны әлемге демейін деймін, шамамша осы үлкен ауылдың осы мемлекеттік жағдайда түрде таныстырсам деген кішкене арманым бар. Үшіншісі болғанда өзім деген сол бір туынды шығарсам деген арманым. Төртіншісі болғанда дүниежүзілік сондай бір үлкен фестиваль бола ма, әлде бір шара бола ма, іс-шара бола ма, соған қатысып осы таныссам деген осындай бір кішігірім арманым ішінде жүреді. Сол 10-неше жылдан кейін адам деген өткен өмірін қайтадан айландырып, мен не жүріп бастадым, мен осыны істегеннен бастап не өміріме өзгеше түрде мақсатыма жеттім ба, жетпедім ба деген нәрсені айландырып көргенде, жаңа мен сөзімнің алдында айта кеттім, осы 4 арманымды негізі барлығын орындадым деп ойлаймын. Бірақ енді бір кішігірім әлде болмаған болды біреу ғана, енді оғанда ол жетістігім енді қазіргі енді қашан болады деп айта алмаймын, бірақ енді өзім деген жекеше туынды деп айтады енді. Сондай бір жекеше туынды, мысалы күйшілер бола ма, солар бір өзім деген жекеше туынды шығаруды арман етеді. Соны бір істесем деген басқалар енді негізінде армандарым орындалды. Жалпы қазақта тағы да айтады ғой, жақсы сөз жарым ырыс деген. Ішінен жақсы нәрсе сөйлеп жүретін болсаң, жаңа орындалуы, оның жаңағы ойлаған нәрсенің орындалуына жаңағы себепші болып жатады деген сөз ғой. Сен жаңағы айтып отырған нәрселерге қарап отырған кезде көбінесе жаңағы домбыраға мысалы бағытталған көбінесе нәрсе айтып отырсың. Мысалы келешекте арман деген кезде ерін жаңағы сойыл ұлттық жағынан мысалы бағыттаған арман айтып отырсың. Одан домбырадан шығатын болсаң, жаңағы ұлттан шығатын болсаң, өзің туралы не айтып аласың? Жаңағы өнер жағын неге айтып отыр дегендей болса, мен өнерде 10-неше жылдағы бір кішкене қалдырған із деймін бар болғаннан кейін, халық сол жағымен көп білетін болғаннан кейін, кішкене сол жағымен мысал ретінде алып айтып отырғаным сол. Енді сол мына Абай деген адам мына уақыттың ішінде осындай нәтижеге жеткен екен, бүгін маған мүмкін бір күй домбыра қызықтап жүрген бауырларымыз бар болуы мүмкін, қандастарымыз бар болуы мүмкін. Солар да осы менің сөзімнен мына кісі мынандай табысқа жеткен болса, мен неге бұл кісіден асып табысқа жетуге болмасқа, әлде мына кісі сияқты табысқа жетуге болады екен деген тұрғыда мысалы алып айтып отырғаным сол. Ал енді ары қарай басқа жағын әңгімемізді басқа жағына бұрғанымыз дұрыс болар. Білім жағы дегенде жаңағы мен айтып өттім. Сосын білім жағы да дәл сондай, мамандық да дәл сондай. Сосын мен университетті бастаған кезде мақсатым болды. Жаңа мен 4 жылдың ішінде Моңғолда білім алайын, Моңғолдан білім алғаннан кейін сырт мемлекетке міндетті түрде шығып білім алу керек дегенде мен 2-ші курста оқып жүргенімде іштей сезіндім. Себебі 2-ші курста біз тағы университеттердің арасындағы үлкен бір жиынға қатыстық. Сол кездегі басқа университеттердің студенттерінің жаңағы ой бітімі, сөйлеп отырғаны, олардың ойлап жатқаны, олардың арманы
мүлдем басқаша болды. Сосын менің ойым, біз міндетті түрде сырт мемлекетте білім алу керек деген ойда болды. Жаңағы полиция академиясы өте бізде негізі немене барлық мүмкіншілік өте аздау болады. Қысым көп болады да, бізде еркіндік өте аз болады. Жаңағы әскери университет болғаннан кейін. Жалпы өйтіп қарап отырған кезде мысалы жастарымыз әрине барлығы сыртқа шыққысы келеді, анда барғысы келеді, мында барғысы келеді, сырттан білім алғысы келеді. Бірақ та жаңағы сен барып мысалы шынайы шығып барып білім алып келген адамдарымыз ғой. Соған қарап отырған кезде, сол кезде білім алып жүргенде өзіңе мысалы қосу белгілерің деп айтуға болады. Сондайларың нелер? Мысалы басқа елге шығып білім алған кезде, ол жақта мысалы өмір сүрген кезде тек мысалы моңғолдармен қатынаспайсың, қазақтармен қатынаспайсың, олар аз, және басқа елдің адамдарымен қатынасасың. Басқа елдің адамдарынан үйренген нәрселерің нелер? Сосын жаңағы қосымшасында солай салатын болсам, мысалы бізден айырмашылығы нелер болады көбінесе. Сол жағында кішкене әңгіме қарай кетсек. Сосын біздің жастарымыз қазір қарап отырған кезде көбінде бір университет бітіре салып болдық. Біз негізі білім алып жетілдік деп ойлайтын азаматтар көп болса маған сезіледі. Менде де ең алғаш мен 4-ші курс бітірген, 4-ші деп айтпай 3-ші курс бітіргенге дейін менің ағылшын тілім өте нашар болды. Өте нашар. Өйткені 10 жылдан нашар болды да, одан кейін жалғастырған да жоқпын, университетте бізге үйреткен жоқ, өте нашар болды. Сосын мен зерттеп бастадым ғой, сырт мемлекетке кету үшін не істеу керек? Қандай мысалы талаптар болады. Бастадым, мен өзіме қатты мақсат қойдым. Міндетті түрде мен сырт мемлекетке шығамын, бірақ шыққанда міндетті түрде мен жаңағы стипендия, scholarship деп айтады, алу керек. Мықты мемлекеттен жаңағы білім алу керек деп мақсат қойдым. Сол сияқты мақсат қойып білсең, қандай нәрсенің артынан шығасың. Сол кезде мен көп адамнан сұрайтын жаңағы мен scholarship жаңағы алайын деген едім, қай істесем болады, не істесем болады. Көп адамдар маған мысалы 10 адамның біреуі ғана мысалы болады деген жағынан айтатын да, 9 адам қандай бір жағымен қиын, тілі қиын, бар өмір сүру қиын, барлығы болмайтын жағынан көп айтады. Сосын болмайтын бұл нәрсе жоқ, өзің талпынасың. Сондықтан мақсат қойғандықтан талпына білетін болсаң, жетесің дегенді өзімен жеттім. Мен ағылшын тілі нашар болса да ең алдымен тілімді жақсарттым, тілімді жақсартатын жолды таптым. Сол арқылы жалғасып жаңағы үлкен халықаралық ұйымның жаңағы scholarship деген мақсатым арқылы соңында алып 2 жыл мысалы ешқандай қалтамнан ақша шықпай үкіметтік халықаралық ұйымның жаңағы ақшасымен оқып білім алдым. Сондықтан мен бұны не айтып отыр дегенде жаңағы жастарымыз тек қана бір Ұлан Батырда 4 жыл ғана білім алып қана тоқтай салу керек емес. Ары қарай да өзін жетілдіру керек, білімін шыңдату керек, нәрсе көру керек, саяхаттау керек деген сияқты. Сондықтан өте өзгеше жаңағы моңғол, қазақ, Еуропа, Азия мемлекетінің жастарының жаңағы арасындағы айырмашылық өте көп. Өте көп. Оны мен жаңағы Монғолиядан оқып жүріп Англияға барғаннан кейін, сосын Тайванда болғанда көп сезіндім. Өйткені Англияда мен көбінде Еуропаның студенттермен бір класста болдық біз. Тіл жағынан бірге оқыдық. Сөйткен кезде біздің деңгейіміз мүлдем төмен екендігін бірден көзім жетті. Содан кейін барып төмен болсаң, төмен жүре берсең қала бересің. Үйрену керек, бұлардан артық түспесем де қалмау керек деген талпыныс болды, талпыныс еттім. Сосын кейін жаңағы бір мемлекетпен жүріп келгеннен кейін тағы менде біраз нәрсе көріп қалдым, біліп қалдым деп ойлайсың ғой. Мүмкін адамдар кішкене нәрсе көре келе мен негізі жақсы болып кеттім ғой. Сосын негізі болып кеттім ғой деген жаман ой туады, қандай жақсы адам. Сосын жаңағы Тайпей қаласында мен білім алдым. Сол біздің мектепте, біздің классымызда барлық 20 қанша студенттің 17-18 сол сырт мемлекеттен, әртүрлі мемлекеттен келген студенттер. Еуропадан, Азиядан, Латын Америка мемлекеттерінен келген студенттер болды. Сосын локал дейді ғой, тайвандық студент. Солармен бір классқа кіріп, сол бірінші семестр демеймін, мен бірінші айда ғана жаңағы қандай деңгейде екенін қайта өзім фейл дейді ғой. Фейл деп айтпаймын, бірақ та дәрежең әлде болмаған. Піспеген деген. Әлде пісуің керек, әлде нәрсені көру керек, әлде білім талпыныс ету керек деген әлі денемдейді өзім.
жаңағы өзіме сезіндім. Иә. Өте басқаша. Сосын жаңағы басқаша деп айтып отырсың ғой. Сол мысалы бір жағынан мен ойлаған кезде дінге де бір аздап байланысы бар соған. Өйткені мен мысалы Түркияда жүрген кезде Түркиядағы мысалы барлығы мұсылман адамдар ғой. Олардың мысалы ойлағандары, көзқарастары көбінесе кішкене мысалы ислам мәдениеті болғандықтан ба аздап бізге сәл-сәл ұқсастық жағдайда бар. Сосын жаңағы былай қарай шыққан Еуропаға шыққан кезде мысалы еуропалық адамдармен бүйтіп қатынасып олармен бірге тұрып бірге жүрген кезде олар өте өзгеше, бөлек айтып тұрған нәрселері, ойлап тұрған нәрселері, көзқарастары сонда ойлайсың да бір жағы негізі сол елден бұрын жаңағы салт дәстүрі жаңағы дініне де байланысты ма деп ойлаймын. Негізі өмір сүру мәдениетіне байланысты. Дін деген Тайваньда көп дін бар. Бұлар өздері буддизм жағы ғой негізінде өздерінің ұлттық діні. Бірақ мұсылмандар да көп. Бірақ енді дін деп айта кеткен кезде ислам дінінде мұсылманбыз ғой біз. Аллах тағалаға құлшылық етеміз, Құран кәрім. Бірақ Еуропада анда мысалы қайда жүрсең де Моңғолда да қазір бізде сол ортаға жаю өмір сүру керек. Сол қатыншы. Өйткені бізде жаңағы бүкіл мемлекеттен келген, Еуропадан келген, Ресейден келген, Азиядан тайвандықтар мен дегенде соның ішінде барлығы 6-7 жаңағы бөлек ұлт дегеніміз өте көп. 20-дай ұлт, бірақ оның ішіндегі 6-7 діннің балалары бір жерде жиналып отырмыз ғой. Сол кезде сенің дінің ислам екен, сенің дінің христиан екен, сен буддизм екенсің, мен сені жақтыртпаймын, сен мені жақтыртпайсың дегенде не әңгіме болмайды. Отарда да ондай ой жоқ. Бірақ та Еуропада, Азияда мемлекеттегі көп жастар қалайды дегенде сол адамның дінін, салт дәстүрін сыйлай береді. Құрметтей біледі. Сен керекті менбеген нәрсені олар міндетті түрде сені сөйт демейді. Жарайды дейді, жиластықпен қарайды. Сонысы бір өте ерекше. Ал енді Тайвань болғанда өзі жаңағы Қытай деп айтады, бірақ Қытайдан мүлдем басқаша. Японияның колонияда болды. Сол тұрғыдан ба енді мәдениеті де басқаша, адамдардың мәдениеті де мүлдем басқаша. Сосын сырт елдің жастарына, студенттеріне өте жақсы қарайлайды. Негізі жақсы қарайлайды дегеннен сыртында жаңағы өте мысалы басқа елден ойын өте көп тартады ғой деймін. Негізі көбінесе мысалы мектептерден де жеке-жеке жаңағы стипендия жариялап жатады. Сенің зейнеттілігі бар деген сияқты, баяулықтардікі бар. Иә. Енді мүмкіншілік өте көп. Тайваньның ең бір жақсысы басқа мемлекеттен қарағанда жаңағы сколаршиптің мүмкіншілігі өте көп. Неге дегенде жаңағы мемлекеттік тұрғыда жоғары жақтан парламенттен мемлекеттік тұрғыдан соны мақсат қылған. Мемлекеттің жастарын, студенттерін тарту керек. Неге деген себебі қазір Тайваньда 20 миллион астам халық өмір сүреді. Соның көбі жастар. Олар мен бір бара сала бізде не болды, таныстыру кештік демеймін, енді сондай үлкен бір залға кіргізіп сол тарихын айтады, барлығын таныстырып. Сөйтті сонда тарихы жайлы бір кісі, үлкен профессор бізге лекция оқытты. Сол кісі айтады, 80 жылы дейтін, 80 жылы, 70 жылдары Тайваньнан үкіметтен арнайы жастарын көп мөлшерде батысқа шығарады. Жаңағы Англияға, Америкаға шығарады. Білім алдыру үшін. Көп шығарады. Сол батысқа шыққан жастары білім ала қайта мемлекетіне, туған еліне келіп, қазіргі Тайвань мемлекетінің осы дәрежеде жүрген сол білімді алған жастардың арқасында отыр. Содан қарап отырсаң, мына үлкен мемлекеттің сол саясаты өте үлкен. Сосын кейін отар болғанда көп өмір көрген халық Тайвань. Біресе Қытайдың өзі 20 рет колонияда болған, шыққан Япония, Англия деген көп мемлекетті шабуыл жасап, қорғаған, өз мемлекет қылып тұрған, сондай Моңғолға қарағанда, қазақ мемлекетіне қарағанда өте өмір сүрген қабілет болған, қиыншылық көрген. Соңғы бұдар мақсаты не дегенде, жаңағы мысалы 20 қанша миллион адамның енді бір 8 миллион көбін жас болғаннан кейін олар барлық жастарды сырт мемлекетке шығарып оқыта алмайды ғой. Өйткені кейбір адамның жағдайы бар, кейбір адамның жағдайы жоқ. Сондықтан олар мақсаты не дегенде жастарымыз тек қана мемлекетімізде болдырайық, сырт мемлекеттің адамдарын жастарын өзімізге тартып. Сол арқылы біз жаңағы жастарымызды білімін, жастарымыздың көзін ашып, жаңағы басқа орта пайда болдыру арқылы жастарымызды дамытайық деген мақсатта сондай
көп scholarship, мектеп бастайын сондай scholarship, стипендиялар көп болады. Ол жақтағы жаңағы өмір сүру жағдай қандай болады? Мысалы, енді бойтындарға жасап беретін жағдай дейін бе, жастарға жасап беретін жағдай дейін бе? Мысалы, көшедегі өмір. Мемлекет жайлы айтатын болсам, мен тағы Англияны тағы кішігірім айта кеткен жөн болды. Өйткені мен бір жылға таяу сол мемлекет Еуропада өмір сүрдім ғой. Сосын Еуропадағы өмір басқаша. Еуропадағы жастардың өмір сүру мәдениеті бөлек, Азияда бөлек. Айырмашылығын айтайын. Біз моңғолдарда да, қазағымызда бізден де мүлдем басқаша. Еуропалық жастар былай ойлайды. Олар не ойлайды дегенде, қандай бір Еуропаның бір жастары қазір қарап отырсаң, олардың үйлену жасы өте 30-ға таяу демей. Жоғары болады. Оны мен қызықтап көрдім. Неге жоғары болады? Бұлар неге бүйтіп салмақтап жүре береді деген сияқты. Өйткені біздің мына жерден кеткен менің ойым, біздегі бір университет бітіре саланы бітмей бір әке-шешең үйлен деп бір үй болады, үй боласың одан жүресің. Сосын енді оны қызықтап көріп едім. Бұлар одан кейін англиялық жастардан сұрайсың ғой, астанасынан анадардан сұрайсың, еуропалық, италиялық, франц. Сосын солар айтады да, мысалы, біз enjoy the life, жаңағы өмірің өзің жаңағы барлығын сезін дейді, бір әдемі жағын сезін деп отырды. Олар сөйтсем, олар 30-ға дейін мысалы 10 жылдығын бітіреді, колледжін бітіреді, одан кейін университетін бітіреді, одан кейін кейбіреулер университетін бітіргеннен кейін жалғастырып оқиды, басқа мемлекетке барып оқиды, саяхаттайды, жаңағы сыртқа шығады, көреді, не секілді көреді. Кейбір еуропалықтардың көбі мысалы жаңағы есірткінің енді төменгісін мысалы керектен көрді дейді. Есірткінің өзінің бірақ есірткі демеймін, есірткіден енді төменгі нәрсе аз мөлшерде. Еуропада, Америкада мысалы кейбір нелерді рұқсаттайды ғой, сонда содарды мысалы чөптеп бір жатады, енді содарды мысалы керектен көріп дейді. Сөйтті дегенде одан анадар мысалы жаңағы клубқа барып, ана-мына достармен шығу, саяхаттау деген барлығын істепсе, 30 жасқа дейін. Сосын адам деген қандай бір нәрсені бүйтіп керектіне келе, қандай бір нәрсеге жалығады. Жаңағы клубқа бара-барады жалады ғой, қызық емес ғой. Саяхатқа бара-бары ода қызық olmadı. Және оқи жатсам мен болдым дейді. Сөйте келгенде жаңағы 30-30-дан шыға келген жастар келгенде, олар жай емес, мен өмірдің барлық нәрсесін көрдім. Барлығы осындай болады екен. Енді менің мақсатым ары қарай семья болып, ұрпағымды болып, дұрыс өмір сүру керек деген жаңағы мәдениет сондай. Көп еуропалықтар ең бастысы жаңағы мынандай отырғанда ақыл тоқтатып, жаңа ақыл есін білу деген бөлек, ақыл тоқтату деген бөлек болады ғой. 25 жасында сен ақыл есің білуің мүмкін, бірақ жаңағындай қызықтайтын нәрселер көп болғандықтан, ол жерде болғанда сен барлығынан өзіңді тартып алып шыдайтындай дәрежеде болмайсың да. Ал енді сен 30 жасыңа дейін барлығын көріп жатсаң, 30 жасында дегенде сен мына нәрсені істеуге болады, болмайды. Өмірге деген алдыға қойған мақсатың тодорхой, ашық болғандықтан жаңа өзіңді тартып алып шыдайтын дәрежеге келесің да. Өмірде өзің сабақ алып шыдайтын. Сосын қосымша айта кететін бір айырмашылық мен байқаған нәрсем жаңағы әлеуметтік деп айтады ғой. Біздің өте бөлек ұқсаған. Бір нәрсеге байланып қалмайды ешқашан да. Мен мынаны істемеуім керек, мынаны істемеуім керек. Мысалы әке-шешеме қарауым керек, осы жерде осы жасқа дейін осындай үйленуім керек, осы жасқа дейін осындай нәрсе істеуім керек деген сияқты. Қандай бір нәрсеге ешқашан байланбайды. Қалаған нәрсесін істеп, қалаған нәрсе жаңағы бойынша өмір сүріп жүре береді. Мысалы бір адаммен араласса да, мен араластым, ертең забыл үйленуім керек деген ол ешқандай ойлық болмайды. Бүгін араласып, ертең басқамен араласып жүретін мысалы бейжағы деген. Ерекшелікті деп айтуға сондай секілдігесі. Сондай еуропалықтар көп сондай. Америкалықтардың да көп сондай болады екенін мен түсіне білдім. Өйткені көбінде соңғы 2 жылда сол еуропалықтармен, ағылшындармен көбірек достық тұрғыда араластық. Сондай заттар түсінгенім апылдардың өмір сүру мәдениеті бізден мүлдем басқаша екен. Жаңа сен айтып отырғандай, міндетті түрде сөйту керек, бүйту керек. Жаңа біздің семьяда да әке-шешелер көбіндегі өсірген кезде сөйту керек, сөйту керек, бүйту керек деген көп нәрсе еді. Бірақ ол жамандық емес. Ал анадардың мәдениеті бөлек болғаннан кейін жаңағы соны көрдім. Бірақ менің ойлағаным сол анадардың өмір сүру мәдениеті мүмкін дұрыс болуы мүмкін. Өйткені қазір салғастырып кейбір жағдайлармен салғастырып көрсең, қазақ, моңғол жаңағы халқының өмір мәдениетін салғастырып көрсең, біздің мәдениеттен көптеген жаңағы негатив
дейді ғой енді. Теріскөй нәрседе көп шығып жатады. Жалғыз бір мысал алып көрейін. Жаңағы моңғол жастары көбі өте ерте семья болады. Өте ерте семья болады. Кейбір 20-22. Бізде де қазір тек салай ғой. Университет бітірді дегенде бір 22 жаста. Бір 18 жаста. Иә. Сосын семья болғаннан кейін жаңағы балалы шағалы бола келе ал жас адамның жастық ана несі болады. Сияқты несі қандай бір қызығушылығы көп өте жоғары. Өте жоғары. Ол енді адамның жаңағы өзінің жаңағы жастық несі болады ғой. Ерекшелігі, қызығушылығы өте жоғары болады. Сосын семья болғаннан кейін басқа нәрсеге еліктей бастайды. Басқа нәрсе көргісі келеді. Басқа достармен шыққысы келеді. Сол нәрсе бола келе жаңағы семья ажырасу ең бір жағы. Жаңағы содан басқа бір теріс жолға түсу деген нәрселер өте көп шығады. Барлығы бүйтіп айланып қарайтын болса, біздің кішкентай кезімізден жаңағы берген тәрбиеден де бастап алуы мүмкін. Өйткені ол жақта оның әкесі де 30 жасына келіп үйленген адам. Негізі қарап отыратын болсаң шетелде болған кезде жаңа сен айтқан қайырушылық деген нәрсені кішкене кезінен өзіңе істетіп, өзіңе ұрынғаннан кейін басына келгеннен кейін барып түсінесің де. Ал бізде болған кезде көбісінде әке шешең саған айтып береді. Мынаны істеуге болады, мынаны істеуге болмайды. Мынаны істейсің. Мысалы университеттің өзін таңдап береді папа мамасы кейбір балаларға. Сонда балаға ешқандай өзіңе ешқандай соңғы таңдау бермегендіктен біз таңдау жасау және кейбір жерден таңдау жасағаннан қателесу сонда өзің еркіңмен таңдау жасай алмайтын дәрежеге келетін болды. Солай азиялықтар тағы басқаша. Азиялықтар деген үшін енді мен тайвандықтарды ерекше айтатын болсам, Тайван жастар болғанда тағы өте кішкене жабық. Еуропа тұйық келеді. Өте кішкене тұйықтау. Бірақ та оны айырмашылығын мысалы, олар тек біздің бірдей ма қалай Тайваннан кішкене шығып нәрсе көрген тайвандықтар бөлек. Ал Тайванның ішінде өмір сүріп жатып, солай кіріп келген университетке бірге классқа кіргенде мүлдем басқаша. Олар өте тұйық болады. Бірақ та тұйық дегенмен терістік тұйық емес, ұялшақ болады мүмкін. Кішкене анаған еуропалықтар енді кезіктің, сәлем бердің, бір сағаттан кейін дос боласың. Олар ешқашан ұятылдым, мынау басқа мемлекет, мынау мынандай кәрі жас демейді. Олар тек қана достық ретінде жаңағы қатынасады да. Ал Тайванда кішкене тұйық болады. Ал азиялық жастардың бір ерекшелігімен айта кетейін. Жалпы азиялық ішінде мысалы көп халқы бар мемлекеттер көп қой, жаңағы Қытай, Индия, Филиппин, Малайзия деген мемлекеттерде көп адам бар. Сонда қарап отырсаң, жаңағы көп халық өмір сүретін мемлекеттің жастары өте еңбекшіл. Жаңағы қарап отырсаң, біз сабақ біте сала мен енді бір 2-3 сағат бір достармен бүйтіп отырып сөйтіп бірдемеге әңгіме соғып отырсаң, анада сабақ біте сала да тура кітапхана кіреді. Кешкі кітапхана 10-да 12-де жабылды, сонда шығады. Сол кезде бірақ шығады. Неге деген мен ойлап көрдім. Бұлар неге осындай өте талпыныс еңбекқор дегенді ойлап көрсем, сондай болғаннан басқа шара жоқ. Өйткені өрсілденеді. Бұлар мысалы жаңағы бір жұмысқа, жаңағы Қытайда, Индияда, Малайзияда бола ма, Филиппинде бола ма, жаңағы бір жұмысқа жаңағы бәсекелес келтіретін адамның саны 100 ең аз деген. 100 деген. Мүмкін одан да жұмыс орны да соған байланысты. Көп болады, бірақ халық көп болған сайын сондай болады. Бірақ та жаңағы жақсы жұмысқа кіру үшін соғанда да мысалы жаңағы бәсеке көп болады. Ал бізде ондай емес болғанымен бізде қазір енді кішкене кем жоқ болса, білім дәрежесі жақсы болса, кіріп кетесің. Оған уайымды басында артпайсың. Сол тұрғыдан ба анадағы көп халық тұратын жерде қандай бір нәрсенің бәсекелесі өте жоғары болады екен. Таңдарға байланысты сұрақ сұрасам. Мысалы, жаңағы біз Моңғолда тудық, Моңғолда өсіп, қазір Моңғолда өмір сүріп жатырмыз. Тайванның жаңағы жастарының біздің жастарымыздан артықшылығы санап тұрып айтатын болсаң, бірнеше артықшылығы айтатын болсаң, оның жаңағы нәтижесі неге әкеледі? Артықшылығынан айтып. Артықшылығын айтайын. Олардың бірінші артықшылығы мәдениет. Мәдениеттің ішінде мысалы қандай бір нәрсені жоспарлап жасайды. Кішкенесінен бастап. Мысалы, Еуропа достарым Тайванда ағылшын тілін үйретіп жүрді. Сағатпен. Өте жоғары болады да енді айлық жалақысы. Солар айтады да, мысалы, менде де өзім көзіммен көрдім. Мысалы, 10 жылдың балалары мысалы таң сауыққа барады, түсте тарағаннан кейін дейді, мысалы 2-де 3-те тарайды. 4-те пианоның сабағы бар,
4-д 5-д аргачлалын савар 6-д 5-ийн дараа 6-га басқа бір мысалы спорт түріне баскетбол болон волейбол болон басқа спорт түріне міндетті түрде шұғылдандырады. Үйге келеді 2 сағат 1 сағат міндетті түрде жаңағы сабағын орындайды. Сағатына тең болады. Үнемі осы жаңағы өмірдің енді өмір сүру мәдениеті дәл сондай тоқтап қалған болса. Өте дұрыс жаңағы. Жаңа олардың өздері жақсы көре ме деп жүрген? Бір жағынан енді кішкене енді не дейміз енді өте қысымшылық бар да. Қысымшылық бар кішкене болғанда. Бірақ енді оның жақсылық жағы көп. Олар сөйте келеді, нәрсені жоспарлай біледі. Жоспарлай біле, уақытын бөле біле. Бөле біледі дегенім жаңағы барлығына уақыт шығарып, барлығына өзі деген өзі үшін уақыт шығарады. Сөйте келе жаңағы сол арқылы қандай жағынан да өзі көп нәрсені үйренеді. Андардан мысалы көріп отқан болсақ, қарап отқанда, бізде болғанда тек университет табыссаң бітті, жұмысқа кіресің. Сол бізде көзқарас сол ғой. Жаңа ананы қарайтын болсақ, университетін алып бітіріп бір диплом алды, бірақ оның сыртында жаңа пианино ойнап отыр. Оның сыртында спорт майстрығын алған болса, мысалы мастер болдыңыз. Ол артықшылықтар отыр ғой. Жаңа жұмыс орнындағы жерінде де көптің ортасында достардың арасында мысалы айта беретін болсаң, бір компанияның беделін қорғау мүмкін, бір елдің беделін қорғап бір жерге бару мүмкін елдің атын. Сондай өзінің жаңағы өзіне универсальный дейді ғой жаңағы. Сондай жан-жақтылы болуды талап ететін болды ғой өрсілден көп жерде. Жаңа оның бірінші мысалы артықшылығы. Сонда айтайын, артықшылығы шығар. Екінші артықшылығы ол адамдардың мәдениетіне сай қанына біткен тағы бір артықшылығы өте түзу адам. Өте түзу. Түзу дегеніміз жаңағы мүмкін дініне байланысты болар, мүмкін адамның сол адамның мемлекетіне семьялық тәрбиесіне байланысты. Өйткені Тайвань дүниежүзінің сақтық, енді дүниежүзінде ең сақтық жағы жоғары мемлекеттің алдыңғы 5-ке кіреді. 5-ке ойлап көр. Ол не деген сөз деген, ол жерде жаңағы біздің қылмыс, жаңағы басқа да теріс заң бұзған жағдай өте аз шығады. Жаңағы кішкене мысалы айта кетейінші, телефоныңды бір жерге тастап кеттің, оны ешкім сені өмірде алмайды. Жаңағы алды дегенде ең жақын сәнде полиция ұйымына барып беріп кетеді, соны жалға тауып аласың. Оны мен де өзім денеде оны сезіндім. Мен 2 рет телефонымды бір ретте мен сыртқа тастадым, екінші ретінде жаңағы train station деген вокзалға тастап кеткен ғой, ұмытып кетіп қалғасын. Сосын артынан жалғап мені тауып алды. Жаңағы менің досым жаңағы түркші дейміз, кашлогын тастап кетті далаға. Далаға тастап кетті дегенде ұмытып кеткен, қатты сұқ болған ғой. Ертең таңертең біз түнде тастап кеткен, анау таңға тұрып барып жаңағы жерге барса, жаңағы түннің 1, 2, 3, 4, 5 қай уақытта жүрсең де ешкім саған келіп ешқашан бір сен не оқып жүрсің, сен кімсің деп жүрген. Сондай бір кең қолтық, өте бір жоғары мәдениеттегі сыйлап білетін қалды. Сонысын енді өте ерекше. Білмеймін неге солай өте ерекше болатын. Мәдениет жаңағы мәдениетке байланысты, сосын тамысына байланысты деп ойлаймын. Мысалы ондай дәрежеге жетіп көшесінің барлық жерінде камера бар мысалы, сақтандық шараларын барлығын алу деген ол бір жағынан ел жерінің тамысына адамдардың жаңағы құқығын қорғап шыдайтын жаңағыдай үлкен дамыған болғаннан кейін. Ол енді мен ойлаймын, қандай нәрсе қыспақ арқылы емес, мәдениет жағынан ұқтыру керек. Бұл камера бар болса жоқ болса ол кісілердің жаңағы қанына біткен менталистісі адам нәрсесін ешқашан жолауға болмайды деген жаңағы ойлау ойына сіңіп қалған соларға сондай. Үшіншісі жаңағы өте еңбекқор. Ерте тұрады. Жаңағы өте ерте тұрады. Қандай бір жас жаңағы студенттер міндетті түрде қандай спорт түріне шұғылданады. Олар міндетті түрде көбін бәсекеге қатысу міндетті емес олар. Өйткені ана денес пішім жаңағы спортпен шұғылдану арқылы өздерін дұрыс тәрбиелеу. Барлық. Мен қарап көрген спортпен шұғылданбайтын адам деген өте аз. Жоқ дегенде соған байланысты жаңағы оң жағдай жасалған болып жасалған деген сөз. Оған байланысты жаңағы спорт орындары ерте ашады. Жаңағы көшеде мысалы тегін жаңағындай тренажерный бөлмелер болады. Жаттығу істейтін жерлер көп болады. Сонысы одан кейін соңғысы өзіме қатты ұнағаны сыйластық өте жақсы болады. Қандай бір адамға көмектескісі келіп тұрады. Тіл білмесе де. Бізде енді Моңғолда сырттан келген жаңа туристер бола ма, басқа адамдарға бірдеме сұраса қорқып бола ма, бірдеме істеуге тұрғанда қашу жоғалады, не бірдеме
алып не күліп солай жасаған адамдар ешқандай ондай болмайды. Тэр білмесе де кәрі адам 60-70-тегі адам болса да олар бірдеме етіп жүріп айтып тастаған жолымды үйретіп береді. Не қасында біреуді шақырып келеді да мына аударып сөйлеп береді. Адамгершілігі өте жоғары деп айтамын. Сондай ерекшелік бар жаңағы тайландық жастарда. Ананда ол жерде оқып білім алдың, иә? Жаңағыдай жақсылық нәрселерді көріп жатсың. Енді өзіңнің дағы қойған мақсатың не? Қандай мақсаттарда қалдың? Ол 5 жылдағы мақсаттарыңды айта кетсең. Жаңағы университетті бітіргелі міне 5 жыл қойды. Соның 1 жылына астамын жұмыс мамандығымен жұмыстап 3 жылдай жаңағы оқу білім жағын қойдық. Ал енді келгелі міне 1 жылға уақыт. Неден 1 жыл ойнап жатыр. Сол тауысып келе сап сол мамандық жаңағы мен Тайванда болғанда халықаралық адам қорын дамыту. Ағылшыншасын айта кетейін, сол дұрыс болады. International Human Resource Development деген мамандық. Оның қазақшасы халықаралық адам қоры дамысы дейміз ғой енді солай. Жаңағы андағы мамандығың біздің тілмешілігіңіз хүнинөспен бірдей ма жоқ? Хүнинөс отыр ғой. Хүнинөс деген сөз. Даму деген кезде мысалы сәл бөлектеу ма деп ойлағанмын. Бөлек жаңағы біздің көрген мамандығымызға бойынша мысалы ол көбінде жаңағы компания ұйымдарға байланысты кетеді. Мысалы ұйымдардың жұмысшылар қалай даму керек. Көбінде бизнес жағынан дейміз енді. Ал енді адам даму жаңағы жұмысшылар даму қалай болу деген анау енді мамандық тұрғыда солай жағынан көбінде байланысты деп ойлаймын. Бірақ енді бірдей ғой, адам даму компанияда да адам өседі ғой. Бәрі адам. Жаңағы сен заң жағын оқыдың, сосын жаңағы адам қоры жағын оқыдың. Неге өзгеріс жібердің саланы? Заң мамандығын мен оқыған, менің өйткені әкем заңгер, полковник шені бар. Сол тұрғыдан да бала кезден енді көріп өскеніміз және заң соның ішінде полиция болды, мен әкем өзі әскери адам ғой. Сол жағын көргеннен кейін жақын болды, заңгер болдым, жақсы ұқсап сезінді енді. Жақсы әкеңді көріп, әке көргені аузанар дейді, мысалы қазақ сөзі бар. Сол тұрғыдан қызығушылық көп болды. Сосын сол кездегі жағдай сөйтіп болып кетті, мен жаңағы полицейский академиядан тура шақыртып алып, сол өзінде донатын сосын кіріп кеттік. Өйткені ерекшелік нәрселер өте көп ал университетте 4 жыл мысалы тек оқисың. Үкіметтік тұрғыдан бүкіл төлем ақысын төлейді. Барлық үкіметтің жағдайы жасайды. Ода біз жақсы. Сол жағында да одан кейін екіншісі жаңағы мәселе жаман емес біздің полиция академиясы мына қазір құқық қорғау заң мамандығында да біздің университет ашқан адамдар көп жоғары жұмыс жасайды соған қарағанда. Сол тұрғыдан заң мамандығын оқып жүріп тауысардың алдында қарап көргенде қазір біздің мемлекетте 3-тен 4 мамандық, 5 мамандық өте көп оқитын жастар. Өте көп. Мүмкін әке-шеше семьясының несінің бола ма, әлденің бәрі сол мамандық жақсы деп ойлаймын. Қарап көрсең 500-ден 800 заңгер тауысады дейді. Жылына ғой. Бүкіл университеттен қосқанда. Ал жылына 500-800 заңгерді алатын жұмыс бар ма? Жұмыс. Сосын заң деген мамандық өте қиын мамандық. Мықты заңгер болу деген ең аз деген сол адамнан 8-ден жоғары жыл еңбек етіп бар мықты заңгер деген жаңағы мәселе бар. Сондықтан өте қиындық маман, сосын біздің қоғамда өте көп адамдар осы мамандықпен оқып жатқандықтан жаңағы бәсеке көп, бірақ бәсекесінен қашып отырған нәрсе емес. Біріншіде мүмкіншілігімен де бизнеспен жаңағы мамандық адам қорын дейміз жаңағы жарым мамандық болса мен соны таңдаған себебім жаңағы біздің мемлекетте жаңадан дамып келе жатқан мамандық. Жаңадан енді өсіп келе жатқан адамдар енді түсініп келе жатқан мамандық деп болады. Бұрын біздің компаниялар ондай жаңағы human resource деген хүний нөхцөл деген нәрсені көбісіне білмейді. Енді мына сол human resource деген нәрсе мамандық жаңа компанияның ең керекті маман екендігін түсініп келе жатыр да. Сол тұрғыдан мен енді 5 жыл 10 жылдан кейін осы мамандық маған болды да өте жаңағы керекті мамандық екендігін
жаңағы ойымда болдым да сол мамандықпен оқыған дұрыс екен деп ойладым. Екіншіде бұл мамандық маған өте жақын сезілді. Өйткені мен адамның жаңағы ерекшелігіне байланысты бөлінеді ғой. Кейбір адамдар өте ішінде нәрсе сақтайды, көп сөйлегеннен қарағанда істеу маңызды болады. Ал кейбір адамдар сөйлеу арқылы жақсы істейді деген секілді. Сол менің де өзімнің ерекшелігім ішке емес сыртқа қарағанда бұны жаңа бөлгенде болжағанда тоқтат қатады занчаншықты деп айтады ғой. Сол тұрғыдан жаңағы ішкі экстраверт сол менің ерекшелігім мүмкін сондай болу керек. Көп адаммен қатынасу, қоғамда жүру арқылы жақсы өзімді сезінетін, мүмкін өзімді бір жаңағы мен осы қоршаған орта сол адамдар арқылы жақсы бір сол күндегі бір әдемі сезім білдіретін сондай адам сол сезіледі. Сол тұрғыдан мына жаңа мамандығым да сондай. Жаңа адамдармен сөйлесу арқылы, адамдармен бір жұмыстау арқылы жұмыстайтын жұмыс болып тұр ғой. Сол адамдарды дамыту, сол адамдардың несі болмай жатыр, несі болып жатыр. Болмай жатса тек соған көмек қылу керек. Сол арқылы жаңа компанияның жұмысшылары мықты болса, сол компания мықты болады. Сонда сол мамандық маған өте жақын, өзіне жақын келді. Сол мамандықпен таңдап оқыдым, жаман емес. Мен оның сыртында ойлаймын да, жалпы адам бір жалғыз мамандық дегеннен ұстанып, сол мамандықтың бағытымен ғана кету негізі қазіргі біздің заманымызда жеткіліксіз деп ойлаймын. Өскелді, иә. Өйткені мысалы бір адамда жан-жақты жаңағы жан-жағының білімі, жан-жағының жаңағы урчаттары деп айтуға талант, шыдамдылығы сондай болу керек деп ойлаймын. Егер тек бір жағымен ғана ұстайтын болсам, онда ол жаңағы мамандықтың болуы, ол саланың болуы нөмір біріншісі болу керек. Дәл осы жайлы айтар кететін болсам, HR-дың ішінде тренд деген нәрсе. Ол тренинг нәрсесі деген көбінде адамның жұмысшылардың мамандығын көбінде мамандығына қарап, жаңағы талант деп отырмыз ғой, соны екіге бөліп тұр ғой. Hard skill, soft skill деп бөліп тұр. Hard skill деген болғанда жаңағы мамандық жайлы. Сол адам сол жаққа білімші қанша қамтып кетеді. Жаңағы заңгер болса, мына адамның заңгер ішіндегі жаңағы барлық заңның сол қаншалықты нәрсе үйренген, мамандығына қаншандай бөлініп кетсе, soft skill деген болғанда мына адам жаңағы мамандығынан басқа не шыдайды. Жаңағы оның ішінде де көп бөлінеді. Soft skill дегеннің ішінде жаңағы leadership деп айтады. Сол компания ішінде сол өзінің қоршаған адамдардың ішінде сен соларды коллективін қалай алдында жүресің, соларды мысалы қалай сен соларды мотивейшн бересің дейді, мысалы талаптандырасың. Сол деген өте жоғары қазір дүние жүзінде қандай жұмысшыға, қандай жас адамдарына жаңадан жұмысқа кіріп жатқан адамдардың ең көп қарайтын нәрсе. Екіншіде болғанда жаңағы problem solving деген қандай бір проблемді шешу. Жаңағы өте сода мысалы бір адамның болған тиісті жаңағы таланты бөліп тұрған жоқ па. Одан кейін болғанда жаңағы communication қарым-қатынас. Сен сол жерде бір керемет мамандығында тұрғанмен сенің жаңағы қарым-қатынасың ортадағы адамдар нашар болатын болса, ол компания сені ешқашан алмайды. Одан кейін төртіншісі неме дегенде монғолшасын айтамыз енді мысалы шийдэл болох дейді. Шийдэл болох деген жаңа емес тағы басқаша бөлінеді ғой. Оның жолында жаңағы саған бір мысалы компанияңа ма сенің жұмысыңа бірдеме бола қалды дегенде сен ол жерде бүйтіп мынандай шешім проблем болды, осыны үстіп шешім табу. Үстіп шешім қайтеді. Бола ма деген деңгейде өзіңді талантты болдыру керек. Оны жаңағындай қабілеттің алдындағы бір сәт болған жаңағы бір қандай бір нәрсені анализ етеміз. Анализ етеміз арқылы жаңағы оның жаңағы бір қандай бір шешімін табу. Сондай soft skill деген жағын өте көп қарайды. Өте көп қарайды. Қыстырып айта кететін болсам, жаңағы бұл қабілеттер туралы да біздің бір мамандық туралы эпизодымыз бар. Соның ішінде де айтқанбыз. Қосымша тыңдайтын болсаңыздар. Онда тыңдап, сол жерден де тыңдап кетіңдер. Жаңағы менің өзімнің жаңағы өткен сабақ ретінде отырған нәрседен одан жаңағы сосын қанша тілде сөйлейсің деп сол кісі бүкіл компанияның басшысы. Сонда қазір енді мен классымда 10-ға жуық студенттер 4-5 тілде сөйлейді.
Сонда мен айдын мисал гастырганда бара салганда өтөй мен билетін монгол тіл деген болсаң қазақ тілін билесің айтып. Ағылшын тіл деген одан кейін мен айдын ойладым деген надардан артық болу үшін қайтадан тіл үйрену керек. Тайванда жүргенде енді Қытай тілін біраз үйрендім. Сосын орыс тілді бұрын аяғы 10 жылдан оқыған кішкене білім бар дегенде тағы кем жоқсың айтып бастаған сұхбат берген жағдайда қанша мен тілмен сөйлесін осындай жарайды соның өзі мысалы өте көп артық болады. Сосын бұның тек қана бұл халықаралық тайвандық компаниялар емес, Моңғолдағы топ жоғары жалақыдағы мықты коллектив арасында кіріп жұмыс істеймін деп ойлайтын болсаң, жаңағы халықаралық ұйымның қойып отырған стандарт талабы сайды өзінде пайда болып отыр ғой. Тіл дегенде ең аз деген үш тілде сөйлейтін болу керек. Жаңағы салыстырып айтып отыр. Соны жақсы білу керек. Сол мамандығы жақсы болу керек. Соған құласа соңғы кезде тағы да жаңағы мен кімнің подкастынан естідім, тағы айта кетейін енді осыда. Яғни сен жаңағы сошиалда қандай беделді адам екенін қарап. Сен міндетті түрде сен жаңағы Gmail-ін, жаңағы Facebook-ке сен біздің Instagram-ды алады да, сода сені қанша адам саған мысалы лайк басады, сен қандай нәрселерді шер жасайсың өзіңе. Мысалы маған жұмысқа келген адамды өтініш демеле борзай деген жылан суретін шерлейтін адам болса, ол адам ешқашан өрге жүрмейді өтініш. Сондай нәрсе өзінің жаңағы қандай екенін да сол арқылы қарап көру үшін сол жаңағы Facebook-тағы жаңағы өзінің қандай беделді, сошиал ортадағы қандай адам екенін неті бар. Сен оғандай шын өмірдегі бедел, сосын сошиал ортадағы бедел деп отырсың ғой. Бірақ сошиал ортадағы беделің шын өмірден туындап келетін болып тұр. Сен мысалы қандай нәрсе істеп жатсың, қандай нәрсе ойлап, қандай нәрсе жазып жатсың, соған байланысты басқа сошиалдағы отырған адамдар сені бағалайтын болып отыр. Бір рет сені 30 минутқа сені ялсығысыменен ол адам туралы түгінуі мүмкін емес болып отыр ғой. Сондықтан ана алып қалу арқылы, бұл қандай нәрселерді қарайды екен деген арқылы сен жаңағы қызықтайтын нәрселерді көруге болады. Осындай нәрсені қызықтайды екен, жаңағы бос уақытында осылай өткізеді екен деген сияқты. Жаңағы мысалы жаңағы зоғалыққа барғанда жаңағы айдын жасаған жақсы көреді екен деген сияқты көптеген нәрсені көруге болады ғой. Сол жағында сондай жағдай болды. Сонда енді жастарымыз қалай ойлау керек дегенде, Моңғолда бір университет бітіру еш жеткілікті емес деп ойлау керек. Сен бір университет бітіріп болдым деп ойлап отырсаң, ар жағында ең аз дегенде 2-3 университет бітірген. Ең аз дегенде 3 тілде оқитын жастар көп дегенде ешқашан тоқылмайды. Дүние жүзі жастарынан мынандай жағдайда талапты қалайтын болды. Сонда әкесі мен 8 компанияның көруіне менен жаңағы мамандық біле сұрастырған жоқ. Отыр не деп ойлайды дегенде, сен онсыз да жаңағы 1 жыл 2 жыл мына мамандық мен оқыдым. Саған үйретті. Сен үйренуге тиіссің, сен біліп тұруға тиіссің. Ол қызық емес. Сен онсыз да оны білуге тиіссің. Одан басқа не білесің? Одан артық сен басқа немен артықшылығың бар. Енді жаңағы күлкі түрде айтады, жаңағы сұхбат берген жағдайда өзіңді сат дейді да, сатуың керек деп. Өзіңді сату. Ол енді сат дегенде қай жағынан келгенде өзіңді танытып білу керек. Солардың жұмысты қабылдай тұрғанда. Ешқашан өзімді болдым, білімім болып кетті, тілім жаттық деп айтуым. Әркез уақыты сайын өзімді танып еңбек етіп, танытуым керек. Сол арқылы нәтижеге жетесің. Сосын жалпы егер сен шынымен мықты адам болатын болсаң, сен бір жаны нашар адамнан да бір нәрсе үйренуің керек. Үйрене алатын сондай адам да болуың керек дейді. Соған да қарап отырған кезде жалпы адамда бір басқа бір адамның мысалы терістігінен бола ма, қандай бір кемшілігінен сабақ алып отырады. Сенің мысалы бір қандай бір істеген кемшілігінен бола ма, үлкен қателігінен бола ма, айта кететін мысалы жастар осындай нәрсе негізі істемесе деп айтатындай қандай нәрсе бар өміріңде ойлап көрсең. Менде де жаспын қазір. Мен бұл жерде жастарға бүйт сөйт деп ақыл айтқаннан гөрі өзімнің жаңағы шығарған жаңағы қателігін біреу болса да жаңағы айтып отырмыз ғой, бүйтті сондай нәрсе ойлайтын сөйтті деген секілді жаңағы мен айтқан дұрыс болады деп ойлап отырмын. Ал менің өзім ойлайтын, өзімді тұрғыдан мен ойлаймын дегенде қандай бір жас адамды ұстаным тәртіп дейді ғой моңғолшасы. Сол ұстаным болу керек. Мен өзім ұстаным болғанда қандай бір нәрсені мүмкіншілік деп көру керек. Мүмкіншілік. Аттаған мүмкіншілік. Қандай бір мүмкіншілікті сен пайдаланасаң, ары қарай жүресің, пайдаланбасаң, төмен жүресің. Қазір жастардың барлығы яг отырып мен неге мынаны жете алмадым, мен неге өйтедім, мен неге сырттан оқи алмадым, мен неге сколаршип ала алмадым, мен неге осындай жоғары айлықтарға жұмыс істемедім
деп ойлайды. Бірақ та ол өзі соған жететін қадам жасады қадам дегенде жасамай, ойлау керек отырмын. Иә. Мен соған жететін еңбек еттім ба, талап жасадым ба, не істедім дегенді ойласа, мен шынында ма істеген ба, жететін адаммын ба емеспін дегенге өз анализ жасау керек. Сондықтан мүмкіндіктің керектен ұстайтын дәрежеде болу керек. Қандай адамның да өміріне күн сайын бір мүмкіндік шығады. Сол мүмкіндік шыққанда сен өзің дайын болу керек. Дайын болсаң, сол мүмкіндікті айырылып ұстасаң, ары қарай табысқа жетесің. Сондықтан мен мүмкіндік деп айтып тұрмын. Мына домбырада да айтып отырған мен бастаған жастарда болды, мен теңдеулестерде көп болды. Ортасынан тастағандар да болды. Менен мықтылар көп болды. Бірақ айырмашылығы не дегенде мен әлгі өзіндік дәрежедегі көп уақыт жүрген тастамаған тұрақтылық арқылы жаңағы бір кішігірім нәтижеге жеткен болуым керек. Қандай бір нәрсе уақытың болады ғой. Күнде еңбек етіп жүрсең, өзі еңбек еткен адам ертең күн жетістікке жетеді. Рахмет негізі жатырға жаңағы әмшілік деген нәрсе сөйлегеннің жаңағы нәтижесінде шығатын нәрсе ғой. Белгілеп жаңағы осындай уақытта негізі осындай болуым керек, осындай уақытта осындай нәрсе істеуім керек. Мысалы, егер соған жете алмасаң да жаңағы бір жоспар жасап сол арқылы аттай беретін болсаң, әлде оны мысалы дәл соған жетпесең де жақындап түсесің болмаса. Және сен тағы сұрадың деп үшін сұрап отырған. Не істеуге болмайды деп айтасың деп отыр. Бірақ та мен болмайды деп айтпайын. Не айтайын дегенде қазақшасын. Бір жас болсын, сен өздеріңнен бірден екі есе мықты адам жастарға барып кезіп көріңдер деп айтқым келеді. Бір іс-шараға барып қатысыңдар деп айтқым келеді. Сонда өздеріңді білесіңдер. Сен қайда жүргенді білесің. Өйткені мен бүйтіп сырт мемлекетте жүріп келіп қандай бір іс-шараға Моңғолиядағы қазір мықты көл бетінде жүрген жастардың арасына барып солармен сөйлескенде мен өзімді әлі де төмен. Өйткені жастар басқадар өте жылдам дамып жатыр да. Сол адаммен кезіккенде сен өзіңді анализ жасайтын болсың, мынадар мынандай дәрежеде екен, мен қайда жүрмін. Сондықтан жастарымызды не істеу керек дегенде университетте оқыған арқылы қандай бір іс-шараға қатысу керек. Өзінен жоғары адамдармен қатынасып бірге жұмыс жасап көру керек. Бір жобада жұмыс жасап көру керек. Жаңағы қандай бір іс-шара үлкен жобада волонтер дейді ғой. Жаңағы өзінің қалауымен жұмыс істейтін жастар бар. Кірісіп жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Сөйтіп барып өздерің біледі. Әйтпесе енді яг өзіңмен теңдейлес адамда жүре берсең, мен болып тұрып жүре бердім. Ортасын ауыстырмас, мысалы ортаға да байланысты. Өзін танитын жаңағы 5 адамның ортасында салқақтап жүріп беретін адам болса, сол салқақтаған адам болып, сол 5 досымен достасып кететін болса, мысалы, шынын айтқанда. Ал егер сен өзің одан ортадан шығып, басқа бір лидер 5 адаммен кіретін болсаң, сен оның төмен болатын болсаң, мен талпыну керек қой әлде деген өзіңе бір ой алатын болсың ғой. Сондықтан сол жағын мен өзім бір айта кеткен бар. Қандай жас, қандай студенттер, бауыр қандастар өзінен жоғары адам, өзінен жоғары бір коллектив қоршаған ортаға кіріп көреді. Сонда білесіңдер өздерің қайда жүргендер. Мен айтып отырмын, Англияға барып және бір өзімді төмен бүйтіп ұстадым. Жаңағы магистр оқып жүргенде де сырт елдік жаңағы жастардан қарап өзімді бір төмен ойлайсың. Мен қайда жүрмін, анадар қайда жүр. Мен қазақтардың қасында жүрген сайын білінбейді. Өздерінің достарының арасында жүрген білінбейді. Сондықтан өздерінің кішкене басқа ортаға кіріп көрсе ең дұрыс болады. Содан кейін барып өздеріне бір анализ жасай, ағай не істеу жайлы мүмкін өзгеру, басқа бір мақсат қойып, басқа адам болу мүмкін. Жаңағы өзгеру, адам жаңағы даму деген кезде қазіргі негізі бірінші ойға келетін нәрсе жаңадан шығып келген мысалы бар ғой, коучинг деген. Жаңағы сен мысалы бір немене коучтен не алып жүрдің ғой, ақыл алып жүрдің ғой дейміз. Мысалы жаңағы жаңадан шығып келген бір сала ғой, дүниежүзінде мысалы қазір 21 мың ғана бір коуч бар. Қазір кіріп көрген кезде. Ол жаңа шығып келе жатқан тренд мамандық деп айтады. Өте қиын. Өйткені коуч істеу деген өте жоғары деңгейде мамандық болып кетеді. Онымен қалай болды дегенде жаңағы тауысып келдім да бір кісімен кеңес отырып жалпы сырт елде өте жаңа шығып келген тренд мамандық қой. Сондықтан өзің болсаң да жаңа өзіңнен жаңа мамандық коуч деді ішінде көп бір өмірлік коуч, мамандық коуч, қайтып басқа салада бүйтіп бөлініп кетеді. Жаңағы CEO дейді, басқару коуч деп тағы бөлінеді. Сосын негізі мына коуч деген нәрсе алу керек екенін ойымда болды да. Сосын тауысып келе салып, онша да бір онлайн клубқа
ашуулсан намаадам. Сонда біздің бір таныс дагвар танысқан апайымыз сонда кітабын бір ашуулсан істеді да. Соған мен шақырды, соған барып едім, сонда тағы бір сол кісінің бір жұмыс істейтін Болдырау деген апай сол секілді онлайн клуб ашты біздің маманда ECHR деген сондай онлайн клуб ашып соны ашып салтанатын жасап сосын біз ол біткеннен кейін бірге отырып кеңес отырған кезде білдім ғой ана кісі халықаралық коучинг істейтін адам екен. Сосын жалпы коуч істейтін адамдар ешқашан мен саған коуч істейін деп айтпайды. Ешқашан. Өйткені ол адамдардан 30 минуттың өзі бағалы. Сол клубқа байланысты жаңағы контракт дейді ғой. Керек. Соны жасап берейін деп мен кісі келістім. Ол мен сіздің осы контрактыңызды клубыңыздан жасап берейін. Өйткені мен заманымды бітірдік жасап берейін. Ана кісіге клубқа қалың адам алады ғой. Мембер дейді. Сол адамдар алатын болып жатқан соғыстармен контракт істеу керек деп отырды да. Сол сөзіне мен сізге контракт жасап берейін дедім. Бірақ та ол кісіге мен істеп берейін, сөйтіңіз деп айтпадым. Ал мен сізге істеп берсем қалай болады? Балама дейсіз. Ой, онда болып тұр. Сен маған онда жібер деп 2 күннен кейін тура бір контракт жасап жіберді. Жібергеннен кейін көп рахмет, риза болып қалдым. Мен ой, рахмет деп көңілден кезде. Ептеп мысалы. Сіз маған бір коуч уақыт бөлісіп дейсіз. Қанша уақыт қалып едім? Ол кісі қазір мен жалғас алғалы міне 6 ай. 6 ай болып қалды. Сондай көп уақыт саған арнап жатыр ма? Мысалы жаңағы деген неме болмайды. Қанша уақыт болса да болады. Бірақ та бір айда бір рет отыр ғой. Әртүрлі. Мен мысалы менде де біраз айға зерттеп көргем да өзім мысалы коуч ала қоймақшы өзімше. Сағат өтемін ғой. Мысалы ең төменгісі $50 бастайды. Бір сағаты. Қазіргі мысалы жаңағы мастердарын қарап көрсең $1000. Сен бір сағат ойла. Бір сағат төлеу сондай. Сонда мысалы отардың бір сағатының өзі қымбат болады. Былай келістік ол кісі екенбіз. Негізі маған ментор болғым істейді. Өйткені ментор болу маған тиімді болды да. Уақыт көп болады. Сосын сол аралықта біз сол коучинг істеп отырған нәрселер сұрап алады мүмкін. Өйткені ана кісі ментор мен коуч деген нәрсе негізі жақындау. Ал мысалы ана кісі маған 30 минут дегенде 15 минут мен менторлық жаңағы нәрсе сұрап алғанда 15 минуттығы маған коуч байтлар жаңағы жағдаймен маған жаңағы ақылың әсер ететін. Сондықтан мен сол кісінің алғанда коучинг істеп алайын десем өте қымбат. Бірақ та маған ментор істеңіз деген ол кісі қуана маған рұқсаттады. Қазір мен 6 ай ментор. Бірақ ментор деген күнде нәрсе сұрамайсың ғой. Айына бір мысалы 2 мың. Як керек кезінде ана кісіге уақытын қаласың, жаңағы Zoom аппликейшнмен уақытын жібересің, сол уақытын кіріп барасың, уақыт тұрады лимит. Сол уақытта бүкіл нәрсені кеңесесің. Мысалы сол жастарымызға бағыттап қана мысалы 3 нәрсе айтатын болса, сол кісіден үйренген 3 нәрсең не? Мен ол кісі өте мықты адам, мықты мамандық, мықты адам деген мықты мамандық. Өйткені айтып отырмын ғой, Моңғолда 2 адам Шу бар қызым. Сертификат бар шу. Сертификат бар. Шу ма екен? Мүмкін онда ана кісі айтып отырған нөмір жарыл деген кісі тағы білемін, ол кісі бұрын лекциясында мен бір болған. Сол ана кісі мен қатынасып жаңағы ментор үйренген нәрсем деген коуч деген өзі бір тағы ерекше мамандық екен. Саған мысалы абай сен бүйт, абай сен сөйт деп айтпайды. Көбінде жаңағы 30 минуттық болма бір сағаттың 70%-ін алып тұратын сен сөйлейсің. Не ана мамандығының өз ерекшелігі адамның өзін өзі танып білдіру екен да. Көбіне саған сен жұмысыңды ана сөз жасамадың, сен бүйту керек, сен сөйтіп жасау керек, сен сөйтсең сөйтесің деп айтпайды. Өзіңді танып. Адам өзін бүйтіп сөйлестірген сайын ана кісі бүйтіп сұрақ сұрай береді. Сонда ана мамандығының ерекшелігі оны сол адамның өзін сөйлету арқылы өзін танып білдіру екен. Жаңа мен 3 түрлі нәрсені айта кетейін. Біріншіден мен ол кісіден үйренгенім мақсат қоя білу керек. Сосын өмірден сен не қалап тұрсың дегенді өте дұрыс түсініп білу керек. Сен сөйте барып ары қарай нәтижеге жетесің бе, қалай өзің жаңағы өзің бір бақытты өмір сүресің деген шешесің. Үшіншісі болғанда ол кісінің айтып отырған түсінген нәрсе қандай нәрсені бір жоспарлай білу. Өзіңге уақыт шығару керек. Қандай нәрсе артқа қалдыра беруің керек дейді. Мысалы, ол кісінің қарап отырсаң ана кісінің жаңағы календарьдың ішіндегі уақыты
30 минут сайн бөлнө гэдэг. 30 минут сайн бөлнө. Ойлоо 24 цагааттан 30 минут 24 цагааттан 7 цагаат нөхдөж өгөөлөх юм. 7 цагаат нөхдөж өгөөлөх. За 8 цагаат нөхдөж байгаа мөнгө. Тэнгээс 16 цагааттан за цуск тамаа, кешк тамаа, чай дэг нана маань 4 цагаат. Халган вахт нэм 30 минут сайн бөлнө. Ойлоо 30 минут сайн бөлнө гэдэг. Анашаас дүнийсэн стресс гоё, стресс дуун бит бас гарч таа. Я ногс көп тахартай ахлагын спирит ана. Каз дүнийсэн топ мөн компаниас нь жаңағы бас гар жұмысын атқаратын адамдарға жаңа ахлагын коуч дейтін адам байна. Forbes деген жаңағы магазиныг шығаратын жаңағы мөн дүнийсэн ең мықты мөн компанияс нь жаңағы жоғары жұмыстағы CEO деп айтады. Жұмыс атқаратын адамдарға жаңағы 30 минут бір сағаттық сондай ахлагын эксперт адам. Маған 30 минут шығарып ахлагын экспертүүдийн мишн процесс аярлаг олмойд мөнгө бодор бай. Сонда миний баяхгүй манайс 30 минут гэж бүлээд гэх сонда миний тангалсан бай. Адам деген өмөрн дурс битв жаңағы бөлөв өзний адамчил хийх нь босоо баарлаг болоод ихэд. Сонда осондай юушнаас миний азар гэрэн. Со қосып тағы да айта кететін болсақ жаңағы Монголда екеу үшеугіне бар дегенде тыңдап отқан адамдар ой ол табылмайды ғой деуі мүмкін е. Бірақ ментор деп алатын болса айта кететін болсақ өзіңнен бір қадам алда жүрген қандай адам болса да саған ментор болып шыдайды. Мысалы сен өзің 9 класс оқысаң саған 1-ші курстың баласы сен мысалы керек нәрсені деймін да мен енді қандай мамандық таңдаймын деп сұрайтын болсаң 1-ші курстың баласы саған ментор болуы мүмкін е. Оны жоқ деген. Мұндайға албатта адам ментор істемейді. Ментор дегеніміз онда о жағынан не ететін болса жоғары алатын болса жоғары алады деймін де. Мысалы тыңдап отқан адам деңгейіне сәйкес айтатын болсаң мен мысалы жұмысқа жаңа кіріп келе жатқан адам 5 жыл жұмыстаған адамнан мен тәжірибесінен сұрап біліп алуға болатын болды. Абай деген жігіт қазір неге сингл жүр? Қызықты сұрақ деген сөз. Енді ол жайлы айтатын болсақ енді жаңағы көп білім ана мына деп жүрдік жаңағы өзім тағы соңғы кезде саяхаттауға өте құмар болып жүрмін. Жаңағы 3 жылдың ішінде 15 мемлекетке саяхат жасадым. Ары қарай енді көп мемлекетке барып көп нәрсе көргім келеді, көп нәрсе қызықтағым келеді деген секілді. Сосын жаңа уақыттың ішінде де уақыт шықпады ондай. Сосын енді негізі уақыт болатын шығар, ол жағынан көп. Енді мен біреуден қақып қалдым, болмай қалған ой кәртек беттім деген нәрсе жоқ. Енді қазір де жаспыз ғой. Мен де жүріп қой қазір. Сосын ол енді керемет бір уайымдайтын болмай қалатын нәрсе емес деп ойлаймын да. Бірақ енді уақыт келгенде болады. Деп қана үйінде қандай нәрсе уақыты болады. Жарайды. Қорытындылай негізі айта кететін болса, негізі подкастымызды аяқтасақ. Қорытындылай ең біріншіде жаңағы осы подкастын жасап отырған екі досым, сендерге көп рахмет. Жастарымыз жаңа нәрсе істеп білу керек, қоғамнан қалмау керек деп ойлаймын. Біз қазақтар, керей қазақтар, жаңағы бір үлкен ұлттың ішінде басқа ұлтпыз, бірақ та біздің жаңағы ата бабамыз өте асыл адамдар болған. Сондықтан біз басқалардан қалуға құқығымыз жоқ. Соңғы кезде кішкене қарап отырғанда баяғы жастарымыз қалай кетіп бара жатыр, бұлай болса дұрыс па екен деп білген, көргенді айтқым келеді, бірақ енді керемет ақыл жоқ сен дағы өзің кім екенсің деген мысалы нәрселер бар де. Бірақ енді соған қарамай осындай бір ерекшелікті халыққа жаңа тыңдарманға жеткізу жаңағы жолы осы подкаст жаңағы айтады жаңағы видео контенттер болады. Осылай арқылы жеткізу мүмкіншілігі бар. Сондықтан осыны бастағанда ең алғаш өзім өте қуандым. Өйткені бұндай нәрселер болу керек. Жаңа жастар арасында тек қана жас емес, біздің қазақ ағайындар арасында барынан үйрен, көрген білімі бар, көргені біреу болмаса біреу сенің білмегеніңді айтып береді. Біреу жаңа қателігін саған айтса, сен содан бірдемен үйренесің деген секілді. Сондықтан бұндай нәрселер міндетті түрде болу керек деп ойлаймын. Соны жаңа достарымыз ашып, бұны жасап, көп болған жоқ, бірақ та қадамдарың өте жақсы, оны қарап біліп, қолдап жүрем. Осындай нәрсеміз болу керек. Дұрыс қадам, ары қарай жақсы дамыту керек. Біреумен тоқталмау керек. Бұны ары қарай қалай жақсарту керек, қалай халыққа жеткізу керек. Жастарымызға үнемі тыңдайтын, кешке бір уақытын шығарып тыңдайтын,
осыны тыңдап бірден үйреніп алатын осындай бір үлкен контент болса екен деп мен шын ойлап отырмын. Көп рахмет деген біріншіде айта кетейін. Және де мені осы подкастқа шақырып қонақ қылдырғаныңа рахмет. Жаңағы өте көп сөйлеп қойдық, бірақ енді айтатын нәрсеміз көп болып кетті. Бірақ енді жаңағы іште керек нәрсесін қалыпқа жеткізесіңдер деп ойлап отырмын. Ең соңында айтар сөзім, жаңа негізі подкасттың ішінде айтқан нәрселер көп болды. Соның ішінде мен айтарым, қазақ жастары намысты болса екен деп ойлаймын. Қазақ жастары өзіміздегі намысымыз болса екен, біреудің артынан қалып қалмау керек. Мысалы, сен кімсің деген мен қазақпын, мен осындаймын деп тұратын жағдайда болу керек деп ойлаймын. Өйткені мен көп жыл ішінде домбыра арқылы үлкен ұлттың ішінде жүрдім. Соның ішінде елдің бәрі мен қазақ десе де жаңағы домбырам арқылы құрметтеп бағалап жүрді. Сол тұрғыда мен қазақтар қандай салада да қазақ жастары, бауырларымыз, қарындастарымыз мықты жүрсе екен, өздері танытып жүрсе екен, одан қалып қалмаса екен, білім жағынан да, мәдениет, салт дәстүр, біздің салт дәстүріміз қандай ерекше, біздің дініміз қандай ерекше. Осы жайлы жаңағы мықты жүрсе, мықты алып жүрсе, біз жастар келешек, біздің ұлттың келешегіміз. Біздің алдымызда мысалы ағалар, апайлар, әке шешелеріміз алып жүрген болса, енді біз жастар осы Моңғолдағы керей қазағын ары қарай алып жүретін жастар. Сондықтан біз қалай боламыз? Ары қарай біздің балаларымыз, біздің ұрпақ осы Моңғолияда қазақтың тарихы солай қарай, тарихы, келешегі солай болады деген. Сондықтан жастарға айтарымыз, қазақтық намысты жібермейік, намысшыл болайық, ұлтшыл болайық, елшіл болайық. Сосын өзімізді дамытайық дегенді айтқым келеді. Қайда жүрсеңдер де қазақпыз деп өздерімен мақтанатын дәрежеде жүрсе екен деп қана. Басқа енді айтатын нәрселерді келесідегі қонақтарымыз, ағайларымыз, апайларымыз, жетістікке жеткен ағаларымыз көп. Ал енді бүгінгі подкастымыз осымен аяқталып жатыр. Соңына келді. Бүгінгі тыңдаған әңгімелеріңіз 99% сіздерге өміріңізге керек нәрсе айттық деп ойлаймыз. Және де біздің осы подкастымыздың ұсынысын қабыл алып келген өзіңе қайтадан рахмет абай. Және де келешектегі өміріңнен үлкен табыстар тілеймін. Ары қарай да қазақтың атын шығарып жүре білетіндей мықты азамат болып, өзіңнің жаңа жеке карьеріңде де жетістікке жетіп, өзіңнің інілеріңе, артында қалған азғана қазақтың балдарына жол сілтейтіндей жақсы азамат болды енді айта кетейік. Иә, мен рахмет. Және де сөздің соңында жаңа бауырлар, қарындастар бар. Соларға айтар кетерім, мына 1 сағат подкастқа барлығын айтып жеткізу өте оңай емес. Айтылмай қалған әңгімелер бар болуы мүмкін. Егер қандай бір көмек, қандай бір ақыл кеңес жаңа бір шетелде оқу, және мамандама байланысты керек нәрселер болса, сұрайтын нәрселер болса, маған жаңа социал медиадан, және Facebook, Instagram арқылы маған қай уақытта да хабарласуға болады. Шамам келетін, білетін жаңа көмек болуға әркез дайын. Және де біздің контенттеріміз туралы лебіздеріңізді және бізге білдірулеріңізге әрқашанда сұрақтарыңыз болады деп айтқымыз келеді. Сұрақтарыңыз болса астына комментке де жазуларыңызға болады, қалдырып отыруларыңызға. Және достарыңызға бөлісіңіздер. Бүгінгі подкастымызды жүргізген мен Чынарбек Ылдыбектек. Және мен Сұрағанұлы Тілеухан біздің қонағымыз. Және Мұратұлы Абай. Кездескенше сау саламат болыңыздар.